Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгінгі біздің тақырыбымыз барлығы YouTube туралы болады. Алдағы уақытта мен сіздермен YouTube'тан қанша ақша тауып жатырмын, қалай ақша табуға болады сіздерде қандай қателіктер жіберіп жатсыздар, қандай контенттер негізі түсіру керек. Біздің конкуренттеріміз болмаса басқа осындай YouTube қазақ каналдары неге олардың просмотрлары көп, олар қанша ақша тауып жатыр, монетизацияға қосылған ба, тағы да басқа сұрақтардың барлығын қозғайтын боламыз. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер каналыңызды жазып кетсеңіздер, менің каналым тексеріп бер деп, сіздің каналыңыз туралы тоже қарап беруге тырысамын. Ендеше кеттік, мен бір кез келген популярный, танымал, әзірге бір өзіме бірінші көзіме түскен каналдарды ала салам. Бүгін маған Ерасыл Тубе деген канал түсіп тұр екен. Осы соңғы статистика бойынша тексеріп көрдім. Соңғы бір айда қазақша осындай бір запростарға кімнің контенттері көп көріп жатыр. Ол туралы да көрсететін, ондай фишкаларды сіздерге көрсететін болам. Ұнаса астына жазып кетіңіздер комментке. Мысалға Ерасыл Тубені алайық. Бұл Ерасыл Тубе 129 мың подписчигі бар екен. Жақсы, жаман емес. 75 қана видеосы бар екен. Білмеймін, кейбір видеоларын скрывать етіп тастаған ба, или 75 видеосы. Значит, тамаша контенттері, популярный деген сөз. 75 видеоға 129 мың подписчик жинап, 88 миллион просмотр жинау, ол өте мықты контент дегенді білдіреді. Жаман емес, қазақ тілінде. Енді қараңыздар. Бұл Ерасыл Тубе каналы монетизацияға қосылған ба? Оны тексеріп көрейік. Исходный код страница кірейік, Ctrl-F, Enable тексерейік. Мына жерде поискқа берсеңіздер, Monetization Enabled Value True деп тұр. True деген қосылған, ақиқат деген сөз. False жалған дейді. True ол міндетті түрде монетизацияға 100% қосылған. Бұл алдамайды. Өзі страница осылай тексересіздер, басқа жолы жоқ. Монетизацияға қарсыластарыңыздың, конкуренттеріңіздің қосылған, қосылмаған кез келген каналды осылай тексере аласыздар. Менің каналыма келіп тексеріп көрсеңіздер, менде тоже монетизация қосылған. Ол туралы тоже қосымша алдағы уақытта айтатын болам. Енді қараңыздар. 8 миллион. Менің статистикам бойынша негізгі каналдарымнан түсетін ақшаны айтатын болсақ, қазақ тілінде контенттерге енді қателесу мүмкін, әрине. Енді сіздерде қанша түсіп жатыр? Монетизацияға қосылған көрермендерім болса, астына жазып кетіңіздер. Нұр үстіне нұр болады, біліп отырамыз. Ал әзірге менің каналдарымнан примерно қазақ тілі контенттерге 300 бен 700-дің 800-дің арасында ғана түседі. Енді әртүрлі детский канал, балаларға арналған каналдар болатын болса, одан бірнеше есе төмен болуы мүмкін. Менде ондай детский каналдар жоқ әзірге, бірақ алдағы уақытта болады. Құдай қаласа, Алла қаласа. Ал әзірге бізде ондай жоқ. Енді қараңыздар. 8 миллион, примерно 350-400 теңгеден береді деп алайық. Мен бірінші монетизация қосу үшін білесіздер, 4000 сағат сізді көру керек және 1000 подписчик болу керек. YouTube'дан тек қана осындай видео түсіріп қана ақша таппайсыздар. Ол туралы бірнеше фишкалар бар. Ол туралы алдағы басқа видеоларды айтатын болам. Ең бастысы каналға жазылып, қолдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірнеше серия видеолар түсетін болады. Енді қараңыздар, 8 миллион. Енді калькуляторды ашайық. Ой, мен бір не то басшы берген сияқтымын. Так. Қалк деп жазайық. Так, тағы мен қателестім. Калькулятор 8 миллион, қараңыздар, 8 миллион 60 бар, оны 1000 просмотрға бөлеміз. 1000 просмотрға бөлеміз. Жоқ, қателік кеткен сияқты. Қараңыздар, 8 миллион, так, 40, 50, 60 бөлеміз 1000-ға. Сонда менде 8000 шығу керек. 8000-ді енді көбейтемін, қанша теңге береді бізге? Бізге 350-ден береді. Примерно, 1000 просмотрға. Сонда 2 миллион 800 мың. Мен осы канал осы уақытқа дейін 2 миллион 800 мың тапқан екен. Енді ол плюс-минус айтып бұл жерде есептейтін болсақ, плюс-минус монетизацияға қосам дегенше, сізді 4000 сағат көрем дегенше, әртүрлі 1000 подписчик алам дегенше, примерно минус 200 мыңдай алып тастайсыздар. Примерно менің каналдарымда 150 мың, 100 мың, кейбіреулерінде 500 мыңнан кейін қосады. Енді әрқайсысы әртүрлі. Ішінде авторский құқық бұзған контенттер болады. Жаңағы скрывать етіп тастаған контенттер болады, дұрыс шықпай қалған. Сол сияқты плюс-минус алатын болсақ, міне 2 миллион 800 мың тапқан екен. Бұл енді тек қана осымен қадалып қалып қояды деп ойламаңыздар. Ерасыл Тубеге бұдан да басқа ақша постоянно түсіп тұрады. Қазір бұл записін тоқтатса да ай сайын бұған түсіп тұрады. Бірақ енді қазір заман дамып жатыр, свежий видеолар болмаса,
видеолардың контенттердің өзі бөлінеді. Краткосрочный, жаңа долгосрочный деген сияқты. Мысалға, новостилар жаңалықтарды тыңдайтын болсаңыздар, жаңалықтарда ол мысалға бүгін ғана көресіз, 2-3 күннен кейін оны уже сізге қызық қылмайды, ешкім оны көрмейді. Көрсе де өте аз процент болады. Ал мысалға бір қызықты осындай контенттер жазатын болсаңыз, немесе бір обучающий видео көрсететін болсаңыз, например, фотошопта бүйтуге болады, осындай миллион ақша таптым деген сияқты, или бір мотивационный бір тренинг, бір пайдалы видео түсіретін болсаңыз, ол ұзақ өмір сүруі мүмкін. Ол сізге ақша алып келе береді. Міне, сол сияқты контенттер шатастырмаңыздар. Енді қазақ тілінде қазір барлық аудиториялар бос. Ол туралы алда көп қозғайтын боламыз. Енді Ерасыл Төбенің видеосын қарайық. Енді көп сөйлеп кетті демеңіздер, енді мен барынша информациялармен сіздермен бөлісіп жатырмын. Енді соңғы видеоларына қарайтын болсаңыздар, Питер Пен дегенде осы 2 ай бұрын ғана түсірген екен, 4 видеосы. Енді статистикасы жаман емес. 4 видеосы 2 айдың ішінде түсірген екен, одан кейін тоқтап қалған екен. Енді қараңыздар, 4 видеосы 41, 36, 33, 29 өсіп келе жатыр. Бұл жерде бірін тартады еще видеолар. Мысалы, бір видео түсірсеңіз, екінші видео ол жерге жаңағындай конечный заставка, мынаулар қою арқылы осындай бір-бірін, мысалы, тағы бір видео түсіріп жүргенде ол да тартып ары қарай одан да көп болуы мүмкін еді. Қараңыздар, статистика болса, бірінші салған, одан кейінгісі надан көшкен, и сәл адамдар саны көбейе берген. Жаман емес, негізі статистикасы 29-33 примерно 60, 100-140 дейікші, 140, бір айда 140 мың просмотр. Енді ол канал қанша тауып отыр, есептеп көрейік. 140 мың бөлеміз мыңға. Сіздерге түсінікті болу үшін 140 мыңды бөлеміз 140-ға, көбейтеміз, примерно 400 теңге дейікші. 56 мың теңге тапқан екен, осы 4 видеоны салғанға 56 мың теңге. Енді сіздер қалай бағалайсыздар, қарап көріңіздер. Егер уақыты болып жатса, бұл каналға әлі продвижение жасайтын болса, шындап кірісетін болса, бір айда осы 4 видеодан бөлек мына видеоларының барлығынан тағы да плюс-минус бірнеше ақша түсуі мүмкін. Жақсы. Жаман емес канал. Міне осылай ақша табуға болады. Бұдан бөлек Инстаграмға шақырады, ТикТокқа шақырады, басқа да әлеуметтік желілерге шақырасыздар, о жақтағы адамдарды бұл жаққа шақырасыздар. Міне осындай карусель болады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесіде қандай каналды зерттейін, жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал мен осындай қызықты контенттерді түсіруге жалықпайын. Келесі қызықты видеоларда жолыққанша аман сау болайық.